Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өткендегі тырнақшаның ішінде қателіктеріміз үшін өзімізді кінәлауды қалай тоқтатуға болатындығы жайлы әңгімелесетін боламыз. Жалпы біздің белгілі бір принциптеріміз бар, бұлай өмір сүруге болады, бұлай өмір сүруге болмайды деген біздің заңдылықтарымыз бар. Принцип, бізге бұл нәрсе дұрыс емес. Егер де сол принциптарымызға қарсы келсек, біз өзімізді кінәлай бастаймыз. Мен бекер солай жасадым екен, мен дұрыс жасамадым деп өкіне бастайсыз. Алайда сіз энергияңызды болашаққа, проектке, жақындарыңызға, дәл осы уақытқа жұмсаған орнына сіз жаңағы өткен қателіктеріңізді ойлай бересіз, ойыңыз басқа нәрсеге ала береді, дәл қазіргі сәтке бөле алмайсыз. Сол себепті жаңағы өткендегі қателіктеріміз үшін өзімізді қалай кінәламау керек екендігі жайлы әңгімелесетін боламыз. Соны қарастырайық. Сол үшін өткендегі тағы да тырнақшаның ішінде қателіктеріміз үшін өзімізді кешіре білу керек екенбіз, және сонымен жұмыс істеу керек екен. Біріншіден не істейміз? Ешкім естімейтін жерге, ешкім мазаламайтын жерге барып, барлық эмоцияңызды шығарыңыз. Өзіңізді не үшін жек көресіз, не үшін қателестіңіз, не үшін өкінесіз, жалпы ойыңызға не келеді, соның барлығын айтыңыз. Өзіңізбен өзіңіз сөйлесесіз бе, немесе біреу естіп қояды деп қорықсаңыз жазасыз ба, әйтеу ішіңіздегі эмоцияңызды сіз қағаз бетіне немесе ауызбен айтып шығару керек екенсіз. Содан кейін эмоция бәсеңдеген кезде өзіңіз түсінесіз. Мен жеңілдей бастадым, эмоция мен ішімнен шықты деп. Түсіне бастағаннан кейін екінші этап, ол кезде сіз өзіңізді ақтай бастаңыз. Мен қателестім. Мен біріншіден Құдай емеспін, мен періште емеспін, мен адаммын, менің сезімдерім бар. Менің өткенім бар, менің кішкентай кезінде травмаларым бар, мені біреу, мысалы, мама-папам жақсы көрген жоқ. Әйтеу, енді оларды кінәлауға болмайды, бірақ менің өткен травмаларым бар, менің тәжірибем бар, менің сезімдерім бар. Мен адаммын, мен Құдай емеспін, мен робот емеспін, қателеспейтін. Мен адаммын. Мен тек қана бақытты болғым келді сол уақытта. Мен әрбір сәтінде мен бақытты болуға іс-әрекеттер жасаймын. Бірақ сол сәтте мен қолымнан келгенім барлығын жасадым. Менің білімім сол нәрсеге ғана жетті. Мен басқалай жасай алмадым. Өйткені бұл менің өмірім, менің білімім, мен басқалай жасай алмадым. Менің білімімнің жеткені, менің тәжірибемнің жеткені сол іс-әрекет. Үшіншіден, сол ситуацияға рахмет айтыңыз. Себебі өміріміздегі кез келген болған ситуация, ол сізді бір нәрсеге үйрету үшін болып жатыр. Сізге бір нәрсені көрсету үшін. Мадина, мына нәрсенді жөнде, бұлай болмайды ары қарай. Сен егерде мына нәрсені жөндемесең, сенде өмірінде жақсы нәрсеге алып келмейді бұл, жақсылық келмейді. Сен осы установкамен дұрыс жұмыс істеуің керек деген өмір саған көрсетіп тұр. Сол үшін сіз сол ситуацияға тап болдыңыз. Сол үшін сол ситуацияға рахмет айтыңыз. Бұл ситуация мені не нәрсеге үйретті? Мен қандай сабақ алдым? Немесе бұл ситуация маған нені көрсетіп тұр? Осы ситуацияны мен ертең психологымен барып жұмыс істеймін. Мен яғни бір дұрыс емес установкам бар. Осы ситуацияға рахмет. Осы ситуацияның арқасында мен барып психологымен жұмыс істеймін. Немесе мен қандай сабақ алдым? Өміріңіздегі болған әрбір нәрсе бұл мұғалім. Әрбір нәрсе ол үлкен сабақ. Және ол бізді есейтеді, бізді дамытады. Соның арқасында, қателіктердің арқасында біз дамимыз, өсеміз. Әрине,
Жаңаға қарастырған іс-әрекеттер әдейі біреуге қастандық жасау, жамандық жасау деген іс-әрекеттер жайлы емес. Ол басқа әңгіме. Ол жайлы мен айтпай қояйын. Бұл басқа іс-әрекеттер жайлы. Құрметті достар, бүгінге осы. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер.